Реал Ливерпульді сырт алаңда тас талқан етіп жеңді. Барселона Хавиге жаңа келісім шарт ұсынбақшы. Тухель ПСЖ-ға оралуы үшін қандай талаптар қойды? Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Алдыңғы видеодағы айтқан сұранысымыздан соң бізге жаңадан 55 жазушы тіркелген екен. Барлықтарыңызға керемет қолдау мен белсенділіктеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Әдет бойынша келесі жаңа видеомыз шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Біздің жазылушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басып видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Чемпиондар лигасының 8-1 финалдық кезеңінің ойындары әрі қарай жалғасуда. Мадридтік Реал командасы сырт алаңда Ливерпульді 2-5 есебімен тізе бүктіріп жеңді. Мерсисайдықтар ойынды өте керемет бастап, 15-ші минуттың өзінде олар 2-0 есебімен алда болған еді. Дегенмен Реал ойыншылары дер кезінде жинақталып, жауапсыз голдарды топырлатып соғып тастады. Патшалық ұжымға Винисиус пен Бенземаның дубльдері, сонымен қоса Эдер Милитаоның соққан голда жеңіс әкелді. Ойыннан кейін футболшылар мен жаттықтырушылар не айтты екен? Ендігі кезекті соған берейік. Біз үшін маңызды кеш. Біз барлығы үшін әдемі ойынды көрсеткіміз келді. Нашар бастадық. Біз Ливерпуль және оның жанкүйерлері қысып тастайтындарын білдік. Дегенмен алғашқы 15 минуттан кейін нағыз Реалды көрдік. Ливерпульдің жанкүйерлеріне қол шапалақтағандары үшін рахмет. Сонымен қоса өзіміздің жанкүйерлерге де алғыс. Себебі олар біздің 12-ші номеріміз. Осы маусымда аз ойнадым, бірақ командаға голдар және голдық пастарыммен көмектесуге тиіспін. Жарақаттан кейін әрқашанда топ деңгейге оралу қиын. Мен жақсы ойнадым. Футболда барлығы да бола береді. Бізді Бернабеуде тағы да бір керемет ойын тосып тұр. Мадридтік Реал өте жақсы қарқында келе жатыр. Мальоркадан жеңілгеннен кейін олар 5 ойында жеңіске жеткен. Топ айырмасы 20-6. Ливерпуль үшін осы жеңіліс клубтық антирекорд атанып отыр. Осыған дейін мерсисайдықтар Еврокубоктық додаларда ешқашанда үйдегі өткен ойындарында осыншалықты көп голды жіберіп көрмеген. Нағыз тексеріс міне осы жерде болады. Ливерпуль ойынды тамаша бастаған еді. Алайда осыдан соң Реал ойынға енді де үстемдік етумен болды. 5 голды өткізіп алған кез келген командаға болған нәрседен сабақ алып, талқылау өткізу қажет. Модрич пен Бензема басқа көптеген ойыншыларға қарағанда мүлдем бөлек деңгейде өнер көрсетеді. Шынайы айбандылық деп осыны айтуға болады. Ливерпульдің екінші голы соғылған кезде қателесіп қалып сәтсіздікке жол бердім. Допты бақылап бірден пас асырмақ болған кезде қателестім. Винисиустың голы бізді қанаттандырды, ал содан соң Алиссонда дәл мен секілді қателесті. Реалдың қарымта шабуылда мықты екендігін бәрі біледі. Біз өзімізді сындыруға ешқашанда ешкімге жол бермейміз. Әрдайым жауап қайтарамыз. Мен Чемпиондар лигасында Энфилд стадионындағы жанкүйерлердің алдында алғаш рет ойнап көріп отырмын. Ливерпуль фанаттарының Модрич пен Бенземаға қол шапалақтаулары бұл жердегі адамдардан керемет ойыншыларды бағалай білетіндерінің дәлелі. Француздық шабуылшы Карим Бензема ПСЖ-ның аргентиналық шабуылшысы Лионель Мессидің рекордын қайталады. Кешегі ойында қос голдың авторы атанған шабуылшы басты Еврокубоктық турнирде 18 маусым қатарынан гол соғып келеді. Осындай көрсеткішке қол жеткізе алған Бензема мен Месси Чемпиондар лигасының 2005-2006 жылғы маусымнан бері осы күнге дейін гол соғып келе жатыр. Ойынның бастамасы тамаша болды. Расында бұл идеалды болды. Біз дәл осылай ойнауды қалаған едік. Соғылған голдарды есептемегенде толықтай алғашқы тайм жақсы болған еді. Есеп 2-3-ке жеткен кезде біз өзімізге келе алмай қалдық. Барлық 95 минут бойы бірінші таймдағыдай ойнау керек еді. Есеп 2-3 болғанда барлығы да керісінше болды. Бос кеңістіктің көп болғаны қапаландырады. Мадридке барып футбол ойнаймыз. Бұл да қиын болғалы тұр. Алдымен осы ойыннан сабақ алғанымызға көз жеткізіп алуымыз қажет. Египеттік шабуылшы Мохамед Салах Ливерпульдің Еврокубоктық турнирлердегі ең көп голды соққан ойыншы атанды. Салахтың қызылдар сапындағы Евро додалардағы соққан жалпы голдарының саны 42-ге жетіп отыр. Бұл көрсеткіш бойынша ол Стивен Джеррардтан басып озып, рекордсмен атанды. Бізге оңай болған жоқ. Әсіресе ойынның қалай басталғанын ескергенде, біз сенімділікті жоғалтпай ақырындап топты бақылауда ұстадық және шабуылда белсенділік таныттық.
Винисиус тамаша ойын көрсетті. Бірінші ойынымыз жақсы өтті, ал енді екінші ойында күресіп шыдауымыз қажет. 0-2 болып жатқан кезде мен Манчестер Ситимен болғандағыдай камбек қайталанса деп ойландым. Расында да солай, тіпті одан да жақсы болып шықты. Голдар соға бастап, қауіп төндіріп, қорғаныста жақсы ойнап шықтық. Әлі ештеңеде шешілмейді. Мен ойынның жақсы болып шыққанына ризамын, деп жеткізген екен итальяндық маман. Ал сіздер осы тартысты өткен ойын туралы не айтасыздар? Алда қандай ойын күтесіздер? Міндетті түрде пікірге өз ой болжамдарыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса біздің басқа да айтатын жаңалықтарымыз бар. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Тоттенхем клубы Мадридтік Реалдың қорғаушысы Антонио Рюдигерге қызығушылық танытуда. Осы жайында Fichajes баспасы хабарлауда. Баспаның ақпараты бойынша Лондондық клуб немістік футболшыны алдағы жазғы трансферлік терезеде сатып алуға тырысып көрмекші. Бұл ойыншыға Тоттенхемнің бапкері Антонио Контенің жеке өзі қызығып отыр делінуде. Осыған дейін олар бұрында Челсиде бірге жұмыс жасаған болатын. Осы маусымда Рюдигер Реалдың сапында 31 матчтың қатысушысы болған. Оның клубпен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінекей. Бұл ойыншы кім? Немістік бапкер Томас Тухельдің PSG-ның тізгініне қайта оралуы мүмкін екендігі осының алдында айтылған еді. Evening Standard баспасының деректеріне сүйенсек, Тухель расымен де Париждік командаға оралу жағын қарастыруда. Дегенмен оның қоятын шарт талаптары бар. Біріншіден, немістік маман қандай жұлдызды ойыншы болмасын, клубқа үлкен ықпалы болмайтынына кепілдікті талап етуде. Ал екіншіден, Тухель клуб басшылары жаттықтырушылар штабының жұмысына кедергі болып араласпауларын сұрайды. Дортмундтық Боруссияның шабуылшысы Карим Адиеми жарақатына байланысты команданың қатарынан шет қалды. Осы жөнінде немістік клубтың ресми сайтында мәлімденген. Футболшыда самбо жиетінің зақымдануы анықталған. Бұл жарақатты жас ойыншы өткендегі Бундеслиганың 21-ші тур аясындағы Гертамен болған кездесуде алған еді. Емделіп қалпына келуі үшін шамамен 3 аптадай уақыт кетпек. Осындай үлгіде Карим Адиеми алдағы Чемпиондар лигасындағы Челсимен болатын шешуші жауапты маңызды ойынға қатыса алмайды. Осы маусымда 24 ойынға қатысқан шабуылшы 6 голды соғып, және 3 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Барселона клубы бас бапкер Хави Эрнандеске жаңа келісім шартты ұсынуды қалайды. Осы маусымда команда Чемпиондар лигасында сәтсіздікке ұшырағанына қарамастан, Барса қазір Ла Лигада өте жақсы келе жатыр. Хавидің шәкірттері Реалдан 8 ұпайға озып, турнир кестесінде көш бастап бірінші орында келеді. Клубтың басшылары команданың жақсы көрсеткіштері, сондай-ақ көзге көрініп жатқан жақсарыстарына риза. Хави Эрнандес Барселонаны 2021 жылдың қараша айынан бері жаттықтырып келеді. Оның тізгінінде каталондық ұжым 71 кездесуде 46 рет жеңіске жетіп, 13 рет тең ойнап, және 12 ойында жеңілген. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.